Балалар, ана тілінің 28-ші сабағына қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қоюды ұмытпаңыздар. Және мен ана тілінің барлық сабақтарын шығарып отырамын. Тасымал. Құрау құлыным. Өлеңін мәнерлеп оқы. Құрау құлыным, құрығыма түсе ғой. Тазасын жеп сұлының, мөлдір судан іше ғой. Сен боларсың қазанат, мен болармын азамат. Құрау құлыным, желбіресін тұлымың. Ұлықбек Есдәулет. Қазанат бұл жерде ұзақ жолға шыдамды, рәт дегенді білдіреді. Құлын келешекте қазанат болады деген мағынада айтылған. Өлең не туралы айтылған, балалар? Дұрыс айтасыңдар. Өлең құлыншақ туралы айтылған. Өлеңде құлынды қалай шақырған? Құрау деп шақырған. Басқа төлдерді қалай шақыратын өздерің айтып көріңдер. Мақалды көркем жаз, көшіріп жазамыз, балалар. Ат тұяғын тай басар дейді. Тасымалданбайтын сөздердің астынсыз. Балалар, бізде тасымалданбайтын сөздерді еске түсірейікші. Дұрыс. Бір буынды сөздер тасымалданбайды. Ол ат және тай сөздері. Дұрыс. Ендеше келесі. Үшінші жаттығу. Сөздерді тасымалдап жаз. Жылқышы, бұзау, құлыншақ, түйелер. Балалар, жылқы, жылқышы. Сосын бұзау, құлыншақ және құлыншақ. Ал түйені сендер комментарийге жаза кетіңдер, қалай тасымалданатынын. Төртінші жаттығу. Суреттен үй жануарлары мен құстарды тап, оларды ата. Балалар, қарап отырыңдаршы, міне. Мынау әтеш, мына жерде сиыр тұр, мына жерде қой тұр. Мына жерде екі өркешті түйе, мына жерде ешкі баласын лағым деп айтады. Мына жерде қаз, мына жерде мекен, мына жерде әтеш, мына жерде мекен. Мынау не, балалар? Бүгінгі тақырыпқа сәйкес бұл құлыншақ. Дұрыс айтасыңдар. Сау болыңдар, балалар.